кезде мен екеуін танымайтынмын, даже актер екенін білмейтінмін. Сөйтіп танысып қалдық, сөйлесіп қалдық, сосын айттым, келсей, тренировка залға кел. Сол 5 жыл бұрын танысқанмын, даже элементарно залға келеді ғой, такси, 1500 теңге кетті таксиме, 1000 теңге келді, автобуста қысылып келдім, ё-моё. Ол зал Аль-Фараби маркада болды ғой. Ол алғы неде тұрады, өжетте тұрады. Барғолдың ар жағында. Сонымен келуді айтдым да, автобуспен келеді. Пробка отады, кешігіп отады, мен тренировка уақытсыз болмағандықтан таксимен келеді. Жынданып келеді, 1000 теңге болды, такси 1500 теңге болды. Сондай жағдай сөйтіп танысып, содан бері сондай еркебұланды мен танимын да. Көбісі енді успешный деп ойлайды ғой, көбісі байдың баласы деп. Жоқ. Сөйтіп бірінші мотоциклін алған білемін, даже 500 теңгеге цеп шығып кетеді, қолым аймай болып цеп салады. Екеуміз сөйтіп жүретінбіз. Үйіне апарып тастайтын тренировкадан кейін. Енді ол кезде мен де машина білетінмін мысалы. Сөйтіп 5 жылдан кейін, 6 жылдан кейін Құдайға шүкір осындай дәрежеге жетіп жатыр. Барлығы танып жатыр. Одан кейін конечно, еркебұланның арқасында тоже мен де танып жатыр. Сол үшін Аллаға шүкір досыма. Енді досымды көп мақтауға болмайды дейді ғой. Енді мақтайтындай жігіттен болып тұр. Барлықтарыңыз да көріп жүрсіздер. Қасындағылар бәріне көмектесіп жүреді. Иә. Енді көп мақтап қойып жатсам, ар жақта өзің кесіп аласың ғой. Жоқ, бәрі жақсы. Еркебұланның бірақ ақшасы санағы түгел бала ғой. Ол просто так левый адамдарға, левый нелерге жоқ. Өзінің ақшасы санаулы. Кім қасындағы жүр көмектеседі, бауырларына, нелеріне. Айфон алып. Қайбір жүргеннен, бірақ мен онкологияда ойым жатыр. Қазір ол қиыншылықта жүрмін. Ал адамға шешім, мен аңғайсыз салақы. Берген тегін болған миллион есе қайып қалды. Маған бар ғой, қазір жағдай болса бар ғой, 20 есе теңге бересің. Қазір кәдімгідей бар ғой, мен бар ғой. Бағашаған бар. Рахмет. Жақсы. Жақсы, жыламаңыз. Болды, аға, жақсы. Тек қалай төлесің. Сен әлемде қалай төлесің, соның бәріне көріп отырмын ғой.